Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді болып шығатын оңай салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып боламын. Алдымен қиярымызды ұзынша абдырайтын боламыз. Ыдысымызға салат жапырақтарын осылай салып қоятын боламыз. Оның үстінен туралған қиярымызды салатын боламыз. Тауықтың төс етін түрпіштеп турайтын боламыз. Өте үлкен емес, кішкентай емес, орташа турап шығамыз. Туралған төс еттерімізді майға қуыратын боламыз. Тәтті бұрышымызды ұзынша турайтын боламыз, жіңішке. Тавамызға майымызды қыздырып, 2 тіше сарымсағымызды, чесногымызды салатын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Бұрыш пен қиярдың үстіне дәміне қарай тұз себетін боламыз. Соусын дайындаймыз. 1 ас қасық кетчуптың үстіне 2 ас қасық соевый соус, 1 чай қасықпен бал қосып, араластырып, қуырылып жатқан төс етіміздің үстіне құятын боламыз. Жақсылап араластырып, 1 тіше сарымсағымызды бетіне салып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. 5 минут быққаннан кейін астықтай салатымызды осылайынан салатын боламыз. Оның бетін әсемдеп күншіз сепсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеолар болады. Сіздермен болған Балжан. Астарыңыз дәмді болсын.